астында жерді сезінші. Табаныңның астында жерді сезін. Хорошо. Демаламыз. Андай. Заземление. Заземление деп аталады. Аяқтарыңды нық бас. Қазіргі сәт өте маңызды. Не сезініп тұрсың? Жалпы көңіл күйің бар ма, жоқ па? Не нәрсе уайымдатады? Қай жерің ауырып тұр? Сезінеміз. Хорошо. Ол жағымсыз сезім қай жерде? Сезінеміз. Тауып аламыз. Негативті сезімді тауып аламыз. Умничка. Иықтарыңды жұмсат. Көздеріңді жұма тұр. Көздеріңді жұм, аш. Сезін. Құлақтарымен есті. Қазіргі сәтте терең тыныс аламыз. Мұрынмен аламыз, ауызбен шығарамыз. Хорошо. Мұрынмен. Шығарамыз. Молодец. Тағы да. Қорқыныш. Жағымсыз сезімдер қай жерде? Альхамдулилла сездіреді. Сол жерді ұстаймыз. Бұлай, мүмкін бұлай, мүмкін бұлай, мүмкін төмендеу. Қалай саған ыңғайлы? Қай жерді ұстасаң саған приятно? Қай жерде сол жағымсыз сезім? Ұстаймыз. Ана сезімді, сол бір ұстап тұрған боль, жағымсыз нәрсе. Сенің қол астыңда жұп-жұмсақ болып кету керек. Ерітіп жібер. Хорошо. Сен оны
жақсы адамсың. Сен бақытты адамсың. Аллах тағала саған барша нәрсені беріп қойды. Мүмкіндіктер бар. Шүкіршілік ететін нәрсе өте көп. Алхамдулилля, 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Бұл Фатиха сүресі. Фатиха сүресінен шипа бар. Жалпы Құран ол шипа. Ол тек қана иман келтірмеген, Аллах тағаланың жауларына ғана Құран ауыр келеді. Ал мүмин мұсылмандарға, мен және саған бұл Құран шипа. Фатиха сүресі Құранның анасы. Это ядро Корана, Құранның басы. Солай, Құранның жүрегі. Фатиха көп нәрсені, жалпы Фатиха арқылы біз өмірді түсінеміз ғой. Не үшін жаратылғанымызды түсінеміз. Раббымызды танимыз. Аллах жалғыз. Аллах мұңсыз. Аллах береді, Аллах алады. Барлық өміріміздегі хикмет, тағдыр, жақсылық, жамандық, жалпы Аллах білуші. Барлық Раббымызда. Раббымызда, 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 Раббымызда. Сен еш нәрсені контрольда ұста алмайсың. Жібереміз. Алхамдулилля. Аллахқа шынайы түрде, я Рабби, көмектесші. Я Алла, жүрегімді ашшы. Аллахым, көкірегімді кең қылшы. Мына ислам діні үшін, Құран үшін Аллахым, жүрегімді ашшы деп дұға етеміз. Ұстаймыз жаңағы жерді. Жұмсартамыз. Ұстап тұру біртүрлі бір жағымсыз болуы мүмкін. Кейін кәдімгідей мен айтып жатқан нәрселерді через себя кәдімгідей өткіземіз. Кәдімгідей сезінеміз, түсінеміз. Сол кезде жақсарады, бәрі жақсарады. Сезінеміз, жылулықты сезінеміз. Фатиханы оқимыз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. Ар-рахманир-рахим. Малики йаумиддин. Ияка нa'буду ва ияка наста'ин. Ихдина ссиратал мустақим. Сираtal лазина ан'амта алейхим. Гайрил мағдуби алейхим. Вала д-даллин.
сезімді және де маған бере ғой, хорошо? Мен алып тастайын. Бисмилля. 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 Қалдырмаймыз ешнәрсені. Қалдырмаймыз. Альхамдулилля. Аллах айтады, құлдарымның жүрегі мені еске алмай ғана тынышталады, басқа еш нәрсе емес. Біз қазір қанша аффирмация, визуализация, күнделік жүргіземіз, медитация, тағы неше түрлі басқа да практикалар көп қой. Вот солардың барлығын жасаған менен де бізде жүрек тынышталмауы мүмкін. Егер де жол тынышталса, ол қайтадан айналып келеді. Сонда біз осы практикаларды, жоғарыда айтқан, біз үнемі жасай беруіміз керек. Это не вариант. Даже біз ол практикаларды жасау арқылы кіші ширк, яғни Аллахқа серік қосуымыз мүмкін. Яғни Аллах емес, сол практикалар маған көмектеседі деп. Бірақ бұл қате нәрсе. Біздерге көмектесетін тек Раббымыз Аллах Тағала. Егер Аллах адамның жүрегіне бір уайым салып қойса, субханалла, ол уайымды ешкім, еш нәрсе, еш қалайда құтыла алмайды, арыла алмайды. Егер Аллах салып қойса, Аллах тыныштық берсе жүрекке, альхамдулилля, ол жүректі еш нәрсе қорқыта алмайды, үрей тудыра алмайды, оны как-то бір қозғала алмай қалады. Аллах бәрін шешеді. Так что қандай жағдай болмасын, Раббымызға жүзімізді бұрамыз. Хорошо. Біздер ақылдымыз ғой. Альхамдулилля. Сен ақылды, мен ақылды. Альхамдулилля. Умничка, 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 умничка. Умничка, 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 умничка. Иықтарын түсіреміз. Альхамдулилля. Альхамдулилля. Жүректен саламыз. Демалымыз. Умничка, умничка, умничка. Аллах берекет берсін. Альхамдулилля. Қазір екі рекағат нәпіл намаз оқу. Хорошо. Оп-оңай. Просто. Қателесуден қорқасың. Бірақ бар ғой, намазды білмей, кішкене қате етіп, бірақ ықыласпен оқыған жақсы, чем вообще оқымағаннан гөрі. Жеме үйренесің. Мен де солай бастағам. Қағазға қарап оқыдым. Жатыстырасын болады ондай. Бірақ мен саған парыз намаздарды айтпаймын. Нәпіл, яғни қосымша. Просто Раббыңа жақындау үшін. Потому что намазсыз біз Аллахпен
тырысамыз. Еңбек